Адам 2 аптадан артық көңіл күйсіз, қабағы түсіп, тұнжырап жүрсе, ұйқысы мен тамағы бұзылса, яғни көп ұйықтай берсе, немесе керісінше ұйықтай алмаса, тамақ іше берсе, немесе тамақ ішпей қойса, ештеңеге қызықпаса, немесе өте белсенді болып кетсе, демек, бұл ол адам туралы дабыл белгісі. Ол адам күйзелісте жүр, оған шұғыл көмек керек. Мұндай адам тез арада әрекет етіп психолог мамандарға барғаны жөн. Өйткені созылмалы күйзеліс адамды жеп тауысады. Депрессия кезінде адамның жаны ауырады, өзін деструктивті түрде кінәлай береді, адамның еңсесі түсіп кетеді, өмірге құштарлығы жоғалады, төсектен тұра алмай жата беруі де мүмкін. Қысқасы, күйзеліске түскен адам басқа нәрсені ойлай алмайды. Өз-өзін қолға алу үшін де көп уақыт қажет болуы мүмкін. Сондықтан ол адамға жақындарының көмегі қажет. Ал 1-2 күн көңіл күй жоқ болса, бұл депрессия емес, көңіл күйдің түсуі. Мұндай кезде адамның көңіл күйін көтеріп, жадыратуға болады. Күйзелістен қалай шығуға болады? Депрессиядан өз бетінше шығу үшін өте ұзақ мерзім қажет болуы мүмкін. Тіпті өмір бойы адам күйзелістен арыла алмауы да мүмкін. Сондықтан терең күйзеліске түскен адамды психолог, психотерапевт немесе психоаналитик мамандарының көмегімен алып шығуға болады. Психолог депрессиядағы адамның жанына батқан мәселені айтқызады және тыңдайды. Іште қатып қалған сезімдердің, эмоцияларын жібітеді. Назарларыңызға күйзелістен қорғанудың 10 жолын ұсынамыз. Эмоционалды денсаулықты сақтау үшін күйзелістің алдын алу маңызды. Ол үшін күйзеліске қарсы тұруға көмектесетін жалпы принциптерді сақтаған жөн. Бұл өмір сапасын көтеруге ықпал етеді. Бірінші, барлық нәрсеге қарапайым қараңыз. Барлық нәрсені жүрегіңізге жақын қабылдамаңыз және әр ұсақ түйекті уайымдамаңыз. Өміріңіздегі кез келген жағдайды жай қабылдап үйреніңіз. Екінші, позитивті ойлап үйреніңіз. Жағымды ойлар мен естеліктерге зейін қойып үйреніңіз. Позитивті ойлау күйзелістің алдын алуға көмектеседі. Үшінші, жағымсыз эмоцияларды сыртқа шығарыңыз. Эмоцияларды басу күйзелісті арттырып, депрессияға айналуына ықпал етуі мүмкін. Сондықтан оларды сыртқа шығарыңыз, бірақ айналаңыздағыларға зиян келтірмеңіз. Төртінші, көбірек күліңіз. Комедия қараңыз, айналаңыздағы адамдарға күлімдеп қараңыз және оларға қошемет сөздер айтыңыз. Бесінші, физикалық жаттығулар жасаңыз. Спорт күйзеліспен күресуге көмектеседі. Сондықтан егер эмоционалды денсаулықты сақтағыңыз келсе, сүйікті спорттық секцияға жазылғаныңыз және жүйелі жаттығулардан ләззат алғаныңыз дұрыс. Алтыншы, барыңызға шүкіршілік етіңіз. Үнемі әр нәрсеге көңіліңіз толмай жүрсе, күйзеліске шалдығу қаупі артады. Оның орнына барыңызға шүкіршілік етіңіз және бар нәрседен қуаныш ала біліңіз. Жетінші, босаңсыңыз. Дәрігерлер мен психологтар медитацияның, тыныс алу техникаларының пайдасы жайлы жиі айтады. Оған күніне 10-30 минут арнау жеткілікті. Сегізінші, таза ауада жиі серуендеңіз. Таза ауада серуендеу барлық адамға пайдалы. Сондықтан күніне 1 сағат далада жүруді әдетке айналдырыңыз. Тоғызыншы, өзіңізге хобби табыңыз. Сүйікті хобби күйзелістің алдын алатын керемет нәрсе. Сондықтан өзіңізден маған не ұнайды деп сұраңыз. Сізге әңгіме жазу, тамақ пісіру немесе психологияны меңгеру ұнайтын шығар. 10-шы, күнделік жазыңыз. Күнделік жазу өз-өзіңізді тануға, өміріңізге анализ жасауға және қиын жағдайдан шығуға көмектеседі. Сондай-ақ ол психотерапия қызметін атқарады. Сіз өзіңізді мазалайтын нәрсені жазып, жеңілдеп қаласыз. Қорыта айтқанда, күйзелістен қорықпаңыз, оны басқаруға ұмтылыңыз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз, физикалық белсенді болыңыз және ақылға қонымды тамақтаныңыз. Жағдайды дұрыс бағалап, шешім қабылдауды үйреніңіз. Күйзелісті шешудің ең көп таралған әдісі тыныс алу жаттығулары. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.